мен миллиард халқымды 59-60-тағы кемпірге дейін соғысқа аламын қайтесің, тісімнен тырнағыма дейін соғысқа дайындалып тұрмын деп, батысқа доңайбат шегіп отырма. Оны бір Құдай біледі. Бірақ Қытайдың арғы бергі осы соңғы ашық соғыс болмаған соңғы тарихында бұндай сұмдық болмаған болады. Бұл енді жағымсыз жағымды хабарларымыздың көпке жоқ қоспасы. Енді сіздерге көңілдеріңізді көтеретін бір керемет жағымды жаңалықты жеткізейін. Германның супер танкісі Украинаға жеткізілді. Бұл Польша арқылы келді. Польша арқылы Украинаға алдыңғы кезектегі герман танкілері жеткізілді. Бұл аса жағымды жаңалық. Енді осы жағымды жаңалықтан да артық бір жаңалықты сіздерге айтайық. Бұл жаңалық жеткізілген бұл танкті Украинаның қорғаныс министрі өзі айтады. Арнай танк айдайтын әскери жаттығудан өтті ме, өтпеді ме белгісіз, бірақ Германияның танкісін айдап шыға келді. Білесіздер, дүниежүзілік екінші соғыстың өзінде бүкіл дүниежүзі танк түгілі жеңіл машинаны автоматты түрін жасай алмаған кезде германдар танкісіне дейін автоматты жасаған екен. Яғни қазіргі механикалық көлік, автоматты көлік деп бөледі ғой. Сол заманда германдар екінші дүниежүзілік соғыста газды бассаң болды, алдыға қарай жүретін автоматты танк жасап қойған екен. Міне қазір білесіздер, кәдімгі механикалық көлік, автоматты көлік, типтроник көлік деп бөледі. Типтроник автомат пен механиканың ортасынан. Қазір бүкіл көлік жаңағы анау компьютермен басқарылады, көліктің жаңа күшеуі, ана дөңгөлегінің жерге жатағандығы, кеңуі, тараюы, қанша күштің берілуі, соның барлығы жаңағы компьютермен басқарылады да, енді қазір типтронигі шықты. Бірақ қалай болмасын, сол заманда автоматты жасаған германдар енді мына танкісін Украинаға жеткізді. Енді қызық болғанда Украинаның қорғаныс министрі бұл танкты айтады. Демек, арнайы жаттығу көрмеген адамда айдай алатын өте қарапайым танк болуы мүмкін. Бірақ герман танкісі дүниеде екінші деңгейде. Америка танкісінен кейінгі бүкіл дүниежүзілік соғыста дәлелденген екінші деңгейдегі танк. Бір, ататын аралығы өте алысқа атады. Бұл бір. Екіншісі, бүкіл интернетпен қамдалу, жаңағы жасанды ішінде компьютерінің мықтылығы жоғары. Екі. Байланыс жоғары. Екі. Үшіншісі, оның сыртқы қорғаныс қабаты өте мықты. Кәдімгі оған басқа танктен атқанда да ішінде жаңағы мызғымайды. Сыртқы қабығы немесе анау зеңбірегінің тұмсығы ұшып кетпейді. Орыстардың танктерін көріп жатырмыз. Екінші дүниежүзілік соғыстан қалған танктер, тіпті соңғы 70-80 жылы өндірілген, совет кезінде өндірілген танктер, дрондардың өзінен лақтырған жай қарапайым оққа жаңағы орыстың танкісінің зеңбірегі теріс қарап, тұмсығы теріс қарап тоңқайып қалады. Міне, кәдімгі тоңқаятта қалады. Немесе жамбастап жатып қалады, бітті болды. Ана шынжырлары үзіліп кетеді, шынжыр табандары, тұмсығы теріс тоңқайып қалады. Қысқасы, орыстың танкісінің шипасы бір оқпен бітіп жатады. Өте нашар. Ал енді германдікі бірі дәл тиеді, анау тұмсығы алысқа атады, және дәл тиюмен. Ал орыстың танкісінің атқан оғы көбінесе ауытқып кетеді. Бұл жерде жаңағы ол оқтың жылдамдығы, серпімділігі, жаңа қанша кеңістікте, биіктіктен ату, доға болып жетуі дейтін өте үлкен физикалық ұғымдар бар. Оны енді физиканы білетін адамдар ғана түсінбесе, қарапайым халық түсінбейді. Қысқасы қазақша айтқан кезде, оғы қалай барып атса да, доға барып жасап атса да, немесе дүзу сызықты болып атса да, немесе доға болып атса да, баратын жеріне дәл тиеді. Және дәл тигенмен қоймай, қатты серпімен, жарылғыштық қана сипатпен емес, қатты серпімен атып, нысанасын тасталқан қылады. Енді бұл екінші әңгіме. Ал үшінші жағымды жаңалық, Украинаның қорғаныс министрі танкты айдап түскеннен кейін жаңағы қасындағы сарбаздан Полша тілінде, Поланд тілінде
Мәскеуге баратын жол қайсы екен деп сұрайды. Кешірің, өтінемін, айтыңызшы, Мәскеуге баратын жол қайсы екен деп сұрайды. Естіп отырған жұрттың бәрі қарқылдап күліп, бұл мәселені жаңағы өте бір қуанышпенен жаңағы атмосферада бұл мәселе видеоға түсіп тарап кетті. Қазір енді әлеуметтік желіде бірінші қызық тақырып осы болып тұр. Яғни Украинаның қорғаныс министрі Германның танкісіне мініп, енді Мәскеуге баратын жол қайсы екен деп сұрап тұр. Мәскеуге баратын жол қайсы екен деп. Енді бұлар Мәскеуді алмай қоймаймыз деп тұр. Енді шын мәнінде бүкіл дүние жүзі орыс шовинизмінен әбден тойды. Тура етінен өтті, қанға жетті, сүйегіне жетті, қанына тарап кетті. Орыстың шовинистік имперлік пиғылынан бүкіл адамзат тойып отыр. Қазақ халқы оның ішінде. Енді осы сұмырай орыстар тарихтан бері өзі бір ұлтты жаулап ап, сол ұлттың бүкіл еркегін құл қылып, екінші ұлт қайдап, оны құл қылып, үшінші ұлт қайдап, тарихтан бері осы соғыстан түскен, тонаудан түскен табыспен күн көріп отырған осы халық, міне қазір Украинаға өзінің құрамындағы бұратана халықтарды салып жатқаны білінді. Қазір бүкіл дүние жүзі Украинадағы тұтқындардың, немесе мәйіттердің бәрінің орыс емес, азиаттық халықтар екендігін айтып жатыр. Енді осы орайда шын мәнінде орыс соңғы рет адамзат сахнасында масқара болып жеңіліп, Ресей мемлекеті бір кем дегенде 15-20-ға бөлініп кету бек мүмкін. Ресей мемлекет 15-20-ға бөлінсе, Ресейдің құрамындағы түбі бір түркітекті бауырларымыз азаттыққа шықса, біз қазақтарда үнсіз қалмай. Тіпті тұтас Орта Азия түріктері, өзбектер, түрікмендер, жаңағы қырғыздар, қарақалпақтар, түрікмендер, әзербайжандар бәрі осы орысты жаңағы тас талқанға құртып жіберуге қарай атсалысу керекпіз. Екіншісі, қазақтың Ресейде кеткен жерін алып алуға тырысуға тиіспіз. Біздің жеріміздің кем дегенде 3/1 Ресей жерінде жатыр. 3/1 Ресей жерінде жатыр. 3/1 Қытай жерінде жатыр. Біздің қазақтың елеген жері қазіргі Қазақстан деген мемлекеттен 3 есеге үлкен. Енді осы ата-бабаның мына шығыстағы жау мен батыстағы жаудың қолында қалып қалған ата-бабаның қасиетті жерін қайтарып алатын орай жақындап келе жатыр. Қазақтың баласы соған дайын тұруы керек. Бұл бүгінгі айтатын аса жағымды жаңалығымыз.